Сәлем достар. Мен бүгін таразы белгісіндегі адамдарға арналған жұлдыз жорамалымды ұсынатын боламын. 2 наурыз күні жалпы жер бетінде ай туады. Ол сіздерге таразы белгісіндегі адамдарға 6-шы домға келіп тұр. 6-шы дом ең бірінші жұмысқа, денсаулыққа, үй жануарларына, күнделікті міндеттерге жауап береді. Көп уақытты жұмысқа, бизнеске арнайтын боласыз. Егер жұмысыңыз болмаса, жұмыс табылады. Собеседованияға барасыз, жұмысқа орналасасыз. Бизнеске көмекші аласыз. Егер көмекшіңіз ұнамай жүрсе, оны шығарып басқасын алатын боласыз. Балаңызды қарайтын няня жалдайсыз. Коллективіңізге жаңадан адам келеді. Мүмкін басшыларыңыз ауысады. Сіз жұмыс жасап жатқан организацияда өзгерістер болады, заңдар өзгереді. 6-шы дом бір проблеманың шешімін білдіреді. Алдыңызда тұрған міндетті болған, көптен бері жасай алмай жүрген жұмысты жасайтын боласыз. Мүмкін ол үйіңіздегі ремонт болуы мүмкін, баланың садигін немесе мектебін ауыстыру болуы мүмкін. Ата-анаңызға немесе көмек сұраған адамдарға міндетті түрде көмектесетін боласыз. 6-шы дом денсаулыққа, тамақтың режиміне жауап береді. Алкогольден бас тартасыздар. Одан кейін диетаға отырып, дәрі-дәрмек қабылдайсыздар. Мүмкін таңертең тұрып жүгіріп бастайсыздар. Жалпы күнделікті жасап жүрген тірліктен басқа дүниені жасайтын боласыз. 2 наурыз күні ай, күн, Нептун, Юпитер барлығы бір жерге тоғысады. Ал Юпитер жаңа проект, жаңа жұмыс алып келеді, немесе сыйлық алып келеді. 6-шы дом әрі үй жануарларында білдіреді. Мүмкін мысық, ит асырап алуларыңыз ықтимал. 5-6 наурыз күні Солнце мен Юпитер бірігіп 6-шы домға кездеседі. Жұмысыңызда міндеттер көбейеді. Жұмыста мүмкін дәрежеңіз өсу ықтимал. Сізге мүмкін үлкен проект ұсынады. Үлкен аудиторияға сабақ беріп бастайсыз. Неге үлкен? Себебі Юпитер үлкен деген мағынаны білдіреді. Солнце деген энергия. Энергияңыз көп болса, ақшаңызда көп болады деген сөз. Юпитер жұмыс жағынан сыйлық беру ықтимал. Осы кезде операцияға немесе емделуге дайындалып жүретін болсаңыз, жақсы дәрігер, жақсы хирург кездеседі. 7 март күні Венера мен Марс 5-ші домда кездеседі. Венера әйел адамның энергиясы, Марс ер адамның энергиясы. 5-ші дом әрі өмірден ләззат алуды білдіреді. Мүмкін сіздер отпуск алып, отбасыларыңызбен демалуға барасыздар. Қуанышты сәттеріңіз көп болады, қуанышты жаңалықтар көп болады. Театрға, қонаққа, выставкаға, ресторанға, көрмеге барасыздар. Мүмкін туған күнге, үйлену тойына шақырады. 5-ші дом әрі баланы білдіреді. Мүмкін баланың тұсау кесу тойына немесе бір жасқа толған мерекесіне шақырады. Өзіңіз бала көтеруіңіз ықтимал, немесе жақын адамдарыңыздың балалы болатынын естисіздер. Немесе үлкен балаларыңыз болса, екінші жартысын сізбен таныстыратын болады. Әрі 5-ші дом өз ісіңізді білдіреді. Адамдармен бірігіп, бизнес ашып бастайсыз. Жалпы мартта, 11 март күні Меркурий 6-шы домға келіп тұр тағыда. Бұл елге қызмет ету, жұмыс тақырыбы, документке, құжатқа, хат тақырыбы өзекті болады деген сөз. Квалификацияны өсіруге барасыздар. Обследованиядан өтесіздер, анализ тапсырасын боласыздар. Денсаулығыңызға қатысты ем шаралар жасайсыз. Ал 18 март күні, 18 наурыз күні сіздерге 12-ші домға келіп тұр екен.
12-ші дом бір жұмыстың аяқталуын білдіреді. Бір дүниеден бас тартасыздар. Мүмкін сіздерге қосымша жұмыстан бас тартуларыңыз ықтимал. Бір циклдің аяқталуын білдіреді. Кейбір дүниелерге нүкте қоясыздар. Қарызыңызды беруге жақсы ай. Үйіңіздегі ескі заттарды тастайсыздар. Өзіңізге ұнамай жүрген адамдармен сөйлеспейсіздер. 12-ші дом әрі эзотерикаға жауап береді. Бадзи нумерологияға қызығып оқып алуларыңыз ықтимал. Өзіңізге өте көп көңіл бөлесіз. 21-ші наурыз күні күн солнце, яғни 7-ші домға кездеседі. 7-ші дом бізде ара қатынасқа, серіктестікке, таныстыққа жауап береді. Мүмкін юрист, адвокат арқылы сатып алу процесін өткізесіз. Ал 28-ші март күні Меркурий 7-ші домға келіп тұр тағы да. Бұл документке, қағазға жауап береді. Бір маңызды кездесуге барасыздар, маңызды құжатқа қол қоясыздар. Адамдармен өте көп араласасыздар. Үйленуге ұсыныс жасайсыз, екінші жартыңызды табуға өте жақсы керемет ай, махаббат айы. Егер сонымен қатар ажырасуды да білдіреді. Сот ісі басталуы мүмкін. 7-ші дом жалпы бәсекелестікті білдіреді. Лауазым үшін немесе клиенттер үшін елмен жарысуыңыз ықтимал. Егер басыңыз бос болса, екінші жартыңызды міндетті түрде табасыз. Егер жолдасыңыз болса, бизнесте, контрактіге, договорға, келісім шартқа қол қоясыз. Мүмкін жаңа жұмыс орнына келіп, договорға қол қоятын боласыздар. Наурыз айында сіздерде жаңалық өте көп болады. Демалуға сіздер 18-ші наурызда ғана жақсы демалуға болады. Бар айтарым осы. Бар болыңыздар, бай болыңыздар, бақуатты болыңыздар.